Көп жылдан бері ғаламторда қайталанып келе жатқан бір таңғаларлық теория бар. Нибиру немесе планета күн жүйесінің шетінде орналасқан алып тылсым ғаламшар. Кейбір сенімдер бойынша ол жерге жақындағанда бүкіл климатты өзгертіп гравитациялық апаттар әкеледі. Тіпті кей болжамдарда адамзат өркениетінің жойылуына себеп болады делінеді. Бірақ неге осы теория 2025 жылы қайта жанданды? Бірінші себеп Чилидегі Атакама обсерваториясында жасалған жаңадан түсірілген суреттер. Бірнеше астроном 2024 жылдың соңында күн жүйесінің шеткі аймағынан әлдебір жарықсыз, бірақ үлкен объектіні байқағандарын жариялады. Олар оны астероид немесе еркін қозғалатын ғаламшар деп атады. Алайда кейін бұл дерек кенет сайттан өшірілді. Куә болған бірнеше маман NASA қысым көрсетті деп болжап отыр. Екінші факт. NASA-ның Jet Propulsion Laboratory, JPL, мәліметтер базасынан Нибиру сөзі бойынша іздеу жасағанда ешқандай дерек шықпайды. Бұл әдетте құпия деген сөзбен тең. Себебі басқа мифтік объекттер, тіпті кометалар туралы да ашық ақпарат бар. Бірақ Нибиру бос орын. Бұл кездейсоқтық па, әлде әдейі жасалған тосқауыл ма? Қиялға ерік берсек. Нибиру бұл жай ғана ғаламшар емес. Ол өзге өркениеттің тіршілік орны болуы мүмкін. Кейбір теорияларда ол планета емес, техногендік құрылым. Алып жасанды станция деп те аталады. Кеңес одағының әскери астрономдары шеткі кеңістіктен әлдебір жүйелі сигналдар тіркелгенін, бірақ олардың табиғи емес екенін айтқан құпия баяндамалар болған. Ал енді шешімге келейік. NASA неге үнсіз? Ресми жауап бір. Мұндай ғаламшар жоқ, ол ешқашан болған емес. Барлық суреттер мен деректер оптикалық иллюзия немесе фейк. Бірақ бір сұрақ бәрібір маза бермейді. Егер Нибиру шынымен жоқ болса, неге оны жоққа шығаруға сонша күш салып жатыр? Кейбір жоқ нәрсені дәлелдеу үшін тым көп әрекет ету, оның барына көбірек сендіріп жіберуі мүмкін. Ал аспан біз байқамай жүрген құпияларға толы. Ал сіз қалай ойлайсыз? Видео астына пікір жазып каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын.